Өткен бағдарламада қазақ әншілерінің әндерін бір альбом қылып шығаратын смарт альбомның жарық көргенін және оған Музарт тобының әндері алғаш болып енгенін айтқан едік. Одан соң Айқын Төлепбергеннің әндері де енді. Кезек Мейрамбек Беспаевқа бұйырды. Өте қуаныштымын. Біздің әншілерімізге де осындай жеке өзінің парақшасын үлкен жаңағы көлемде смарт альбом деп жаңа айтып жатырмыз. Сондай ашылып жатқандарына. Бұл енді Музартқа да ашылды. Енді жақында маған сый жасады, сондай өзіме жеке. Көш түзеледі, кішкене қателіктері бар, сөзден қате кеткен деген сияқты. Оның бәрін келешекте жөндейді. Көптен бері жеке әндерін шығармаған Мейрамбек мырза жуырда ғана 2 ән жазды. Халық біледі, мен 1-2 ән ұсындым жақын арада. Гүлнұр Нұрасылова деген қыз қарындасымыздың ақын Иранғайыптың сөзінде жазылған "Қол жетпесім" деген ән жаздым. Жақында мына Қадырғали Көбентаев ағамыздың "Елге сәлем" деген Ибрагим Иса ағамыз сөзде жазылған, сол әнді ұсындым. Бұл әндер жарық көргенімен оларға бейнебаян түсіру жоспарда жоқ. Себебі қазір Мейрамбек мырза Музарт тобының жеке шығармашылығына дайындалуда. Ендеше сол күнді асыға күтеміз.